Сәлем достары, жер жаһанды жалмап шартараптың түкпір-түкпіріне таралған індеттің қайдан шыққаны халықаралық жанжалға айналатын түрі бары. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирустың жануардан адамға жұққанын мәлімдеген. Басты күдігі жарғанатпен жыланды. Бірақ Қытай тарапы пандемиялық вирустың сырттан келгеніне сенімді. Біз бүгін сіздерге коронавирустың қайдан пайда болғанын айтатын боламыз. Қытай мен ақш-тың қарым-қатынасының бұзылғаны бүгін емес. Бұған дейін Егемен Қазақстан газетінде екі ел арасындағы сауда соғысы туралы, оның экономикалық әсері жөнінде талай мәрте жазды. Коронавирустан туған дау да соның жалғасы болып табылады. Екі тараптың індетке бірін-бірін жиі айыптағаны соншалық, бұл алауыздықты кім бастағанын тап басып айту өте қиын. Әйтсе де, Қытай сыртқы істер министрінің өкілі Чжао Личан америкалықтарды кінәлады. Ол Твиттердегі парақшасында бірнеше мәрте вирустың шығу тегіне күмән қайтарып жазған. Бұдан бөлек, Қытайдың шетелдердегі елшілері де вирустың таралуына ақш-ты кінәлаған сыңайда пікір білдірді. Мәселен, осы елдің Оңтүстік Африка Республикасындағы елшісі Твиттердегі парақшасына эпидемия Қытайда басталса да, вирустың Қытайдан шыққанын көрсетпейді деп жазды. Мұндайда америкалықтар қалырап қалама. Әсіресе, Твиттерді жетік меңгерген Ақ үй басшысы Дональд Трамп та вирусқа қатысты бірнеше жазба салып, шу шығарып үлгерді. Мәселен, ақш президенті бұқаралық ақпараттар құралына жасаған мәлімдемесіне коронавирусты қытайлық вирус деп атады. ақш-тың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео да вирустың таралуына Бейжіңді кінәлайтынын жеткізді. Қытайлықтарды америкалықтар өздігінен айыптаған жоқ. ақш-тың індетті бақылау және таратпау орталығы STS директоры Роберт Редфилд кәсіпкерлер палатасының отырысында сөйлеген сөзінде бұған дейін Америкада коронавирустың симптомына ұқсас жағдайлар тіркелгенін айтқан тұғын. Қытайлық шенеуніктер Роберт Редфилдтің осы сөзіне сүйеніп отыр. Яғни жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайтын белгілі. COVID-19 вирусының өздігінен пайда болмағанына сенетіндер өте көп. Ал COVID-19 алғаш Уханьда пайда болғанын жариялады. Сіздерге бұл видео қызықты болса, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Ал сіздер біздің видеомызды үзбей көретін болсаңыздар, онда арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы сау болыңыздар.